День какой? Какой? 12-13? Мы идем смотреть одну квартиру, чтобы ее потом арендовать. В районе Чукура. Вы знали. Балат. Будете сидеть и говорить. Идрис біздің бабамыз Чукур біздің. Ой! Иісі қандай керемет. Жасмин шыға тұрған. Мындай. Ескі зданияның болғаны прям не береді бір. Какой-то туристический сезім берді. Мына үйдің кішкентай алағын қара. Маған қорқыныш сезім. Адамдар көрдіңдер ме? Восприятиялар қандай. Ана жақтарда уже андай не. Апаның көңіліне отыр. Мына үй өртенген, кажется, я? Сырты қап-қара прям. Қандай район деп жазылып тұр. Мына жақта шок бар екен, шок. Аспанды қараңдар, осындай тучки. Қараңыздар, мынандай мешіт. Мына жерде мына кісі намаз оқып отыр. Тек қана Фатих, Таксим ғана емес, Түркия, я. Осындай жерді. Прям настоящий Түркия. Даже кедейна көшелер, бірақ мына әдемі күтілген, қараңыздар, жасыл. Мындай жасыл нелерді егіп тастаған әртүрлі елкалардың түрлерін, ағаштардың түрлерін. Мына жерде уже басқа адамдар. Бұл жақ прям не екен ше? Туристтар аз екен. Мысалы, мына жерде бір үйдің бірінші этажы ішінде ұрысып жатыр түріктер. Бірінші этаж өте төмен. Прям мен мына жақтан былай не болып жатқанын көре аламын да, басым уровеньмен бірге. Ама шей спокойный, прям кішкентай көше. Мына жеріме мән бермеңіздер, жалқайын. Вот мындай двориктар. Мына жақта тарихи жер. И потом ескі мындай район, я, квартиралар. По идее, неше түрлі мындай кедей райондар да бар. Мындай үйлер де бар, я. Реально. Чукурдың районы, ну реально, я. Мындай. Вот это колорит, вот это я понимаю. Әсер беріп отыр маған. Жаман да, жақсы да. Үйлерді қараңыздар. Yok, bizde para yok. Мындай районнан, если честно, уже шаршап кеттім. Кәдімгідей махалле, яғни прям районна кілеңки, қарапайым түріктер тұрады. Просто. Кім Түркияны, әсіресе Стамбул қаласын зерттеп, қарап, осы жақта болған болса, немесе осы жаққа барғысы келіп отыратын адамдар болса, онда міндетті түрде суреттерден түрлі түспен боялған үйлерді көрген боларсыздар. Бұл үйлер Балат деген районда орналасқан. Бұл жерде әртүрлі әлемдегі қанша түс бар, осы түстердің барлығы боялған үйлер осы Балат районда орналасқан. Бұл Балат районы Стамбулда өте ерекше райондардың бірі. Басқа туристік жерлерге ұқсамайды. Егер сіз күнделікті суреттерден көрген барлығын баратын жерлерінен жалығып, шаршап, басқа жағынан көргіңіз келсе, Стамбулда осы районға келсеңіздер болады. Балат районда сонымен қатар өте танымал сериалдардың бірі, түрік сериалдардың бірі Чукур түсірілген болатын. Кім осы сериалды біледі, немесе білмейтіндер болса, өзімді салып кетейін. Бағана айтып кеткендей, Балат районы Стамбулдың ерекше қызықты райондардың бірі. Бұл жерде тек қана түрлі түсті әдемі үйлер емес, сонымен қатар антиквариат сататын дүкендер, винтажды әдемі кафелер бар. Осы Балат негізі Фатихтың батысында орналасқан.
тарихына шолу жасайтын болсақ, бұл жерде кезінде еврейлер, гректер, армяндар тұрған болатын. Содан соң 1890 жылдары еврейлер жаппай Израильға көшкеннен кейін бұл жер бос болып қалған, адамдар тұрмай қалған. Содан кейін біраз уақыттан кейін бұл жерге ауғындар, қашқындар Балқаннан келіп тұрған болатын. Сол себепті ұзақ уақыт Стамбулда Балат районы кедей райондардың бірі болып саналған болатын. Содан соң 2000 жылдары жақсы реконструкция болып, үйлері жаңартылып, боялып, және Балатқа 2017 жылы Чукур Яма деген сериал түсіріле басталғаннан кейін бұл жер туристік жерге айнала бастады. Бұл жерге жақсы экономикасы жақсы көтеріліп, бұл районның қазіргі таңда өте туристердің көп жүретін районы, сонымен қатар түріктердің өздерінің жаңағыдай сериалды түсіретін районға да айналды. Merhaba. Егер осы Балат районына келіп жатсаңыз, жаңағы түрлі түсті үйлердің қасына тек қана суретке түсіп қана қоймай, сонымен қатар бұл районды өзіңіз аралаңыз жаяу жүріп. Осы жердегі кішкентай кафешкелерге кіріп, Түркияның, Стамбулдың атмосферасын, колоритін сезіну үшін түрік шайын ішуге сізге кеңес беремін. Бұл жерде басқа райондағы сияқты, Сұлтанахмет сияқты адамдар сіздерді шақырып мазаңызды алмайды. Бұл жерде барлығы өз бетімен жұмыстарын істеп жатыр. Сіз өзіңіздің қалағаныңыз кафешкаңызға кіріп, сол жердің атмосферасын жақсы сезінсеңіз болады. Осындай көшеде отырақшы. Ұнақ болды ма? Толған кафе тұл. Сонымен қатар бұл районда бағана айтып кеткендей қашқын ауғын адамдар кезінен тұрып жатыр. Бұл жерде районда қарапайым адамдар өте көп, яғни басым көпшілігі адамдар жағдайы төмен адамдар бар. Сол себепті бұл районда жүргенде абайлап жаңағындай заттарыңызға ие болыңыздар. Өйткені кішкентай балалар бар, күнделікті туристерден өздерінің табысын көріп жүрген, қалтаға қағып жүрген, жаңағындай бір жағынан демалып, бір жағынан абай болып жүріңіздер. Бұл Балат районының түрлі түсті үйлерден басқа бір ерекшелігі бұл осы жерде түсірілген Чукур сериалы. Басында мен сіздерге үзіндісін салып кеткен болатым. Осы районға келгеннен кейін міндетті түрде ол сериалдың түсірілген алаңына келдік. Осы жерде сол түрік балалар осы сериалдың арқасында табыстап жүрген, жол көрсетті бізге. Yamaçı gördünüz mü hiç? Evet, gördük. Ha. İyidir. Bizde bende bilekliği var. Arkadaşımda da var. Ne var? Bilekliği. Abi belki daha güzel. Öyle mi? Seninki altın mı? Yok. Altın değil. Biz de almak istedik. O bazı... Ama belki 3 tane bilekliğim vardı. Vardı. 2 tane bunlardan vardı. Bir tane anneme verdim, bir tane de bunlar. Ha. Бағана сіздерге айтқан болатын, әртүрлі балалар болады, қайыр сұраған балалар, немесе өстіп туристердің қастарына жабысып, ол туристерден табыс көзін көріп қалатын балалар жүреді. Бұл кісілер сіздерді басынан бастап күтіп, жаңағы сериалды съемкасы болып жатқан жерге дейін қастарыңыздан кетпейді. Негізі бағасы 3 лира екен. 3 лира теңгемен есептеген 150 теңге болады. Негізінде оны мен естіген жоқпын, қасымдағы құрбым айтты. Сол себепті мен ол кісілерге ақша беруді емес, бір дүкенге кіріп, сол дүкеннен 1 килограмм банан алып шығып, соларға таратуды жөн көрдім. Bir böyle soramıyor musunuz? Көргеніңіз үшін. Ой, баян жерде тағы да біреулер пайда болды. Merhaba. Evet.
Ha tamam. Mına жерде bir машина turuşu edi ғой. Çok teşekkürler. Dar rayonda turasınдар. Мәз болып кеткеншері. Dostlar biz қазір қайда келдік? Қараңыздар. Мына жер Çukur filmde kahvehanesi. O sırada çay içip oturup қазір жабық. Burada oturuyorum. Otur. Da gel içeride otur. Oturma. Oturma. Çay söyleyeyim mi, içer misin? Olur, içerim. Olur, söylerim. Burada böyle oturacaksın yani ha? Oturacağım. Yağmur yağarsa? Yağsın. Yağsın. Ben söylüyorum o zaman çayı. Olur, içerim. Olur, söylerim. Rayonda осындай прям кипиш болып жатыр. Мына жерде осындай Чукурдың заттарын сатады. Sıkıntı yoksa sıkıntı var. Ha, o zaman sıkıntı yok. Çünkü biliyorsun sıkıntı yoksa sıkıntı var demektir. Осымен менің кішкентай армандарымның бірі орындалды десе болады. Чүкір сериалы менің ең сүйікті түрік сериалдарының бірі болып табылады. Бұл сериал арқылы мен қызықты нәрселер үйреніп, сонымен қатар түрік тілін дамытқан болатынмын. Так, мынандай теңіз жағасына келдік, Айван-Сарайда. Именно сол Балат жақта, теңіз жақта мынандай кішкентай кемелер. Прям күшті закат болып жатыр, бірақ күн бүгін аса болмады, бұлтты күн болды. Біз енді қазір мүмкін вапурға отырамыз. Егер жүріп жатса, бүгін күнім солай өтіп жатыр. Керемет күн болды. Саяхат толы, ақпаратқа толы. Немізді көре жатарсыздар. Достар, тағы да Стамбулдағы бір күнімізді бізбен өткізгендеріңізге рахмет. Осы Чукур сериалына арналған Балат районында түсірілген осы видеоблогты соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сонымен қатар ұнаса осы видеоблог лайк басыңыздар, комментарийға өздеріңіздің сүйікті сериалдарыңыз жаза кетіңіздер. Және Чукур сериалын көрдіңіздер ме, оны да жаза кетіңіздер. Сонымен қатар алдағы уақытта видеоблогтарда қандай тақырыпта болғандарын қалайсыздар. Соны жаза кетсеңіздер, мен сіздерге қуанышты болар едім. Және де пайдалы ақпаратпен жиі бөлісуге тырысатын едім. О zaman hoşça kalın.